Так, ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін сіздерге 2 миллион, 3 миллион енді әртүрлі көліктерді көрсетеміз осы қатардағы. Біздің менталитет қой бұл, болсаң интеллигентна бұл, тру, сөйле, тру. Міне Hyundai Accent 2017 жылғы 1.6 объем, бағасы келісеміз дейді, жағдай өте жақсы. Пробег 123 мың жүрген, ресей учеті, барлық құжаты таза, жағдай өте жақсы дейді. Көріп тұрғаныңыздай бәрі өте жақсы достар. Ендеше бүгінгі түсірілімізді бастаймыз. Так, бағасына келісеміз деп қойған. Так, нөмірін айта кетейін: 775 905 1987. Мінсеңдер осындай көлік мініңдер достар. Қазір қазақ нөмір алу өте қымбат. Лучше осындай армян немесе грузин, осындай российский учеттар арзан әрі жақсы сапада. Так, ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін сіздерге 2 миллион, 3 миллион енді әртүрлі көліктерді көрсетеміз осы қатардағы. Осы қатардағы көліктерді көрсетіп шығамыз. Бағаларын бірге тамашалаймыз. Ендеше достар, және біздер осы 28-інде Грузияға жүріп бара жатырмыз. Сол жерден арзан көліктер алып тапсырыс бергілеріңіз келсе, міндетті түрде осы нөмірге шығыңыздар. Барлық сұрақтарыңызға жауап береміз. Ал ендеше бағаларды қарайық, кеттік. Мына Mercedes 99 жылғы 3.2 объем дейді. 3.8 миллион. Пробег 150 мың, 158 жүрген екен. 775 505 40 дейді нөмірі. Титанк сары нөмір, бамперлер треска. Жағдай орташа сияқты ғой. Қалайсың ол? Қалай комплектация? Авангард па, люк бәрі бар дейсіз ғой, жағдай тамаша дейсің. Салон түсіріп ал. Бұл париктердің есіктерінің ашылып жабылғанымыз керемет. Ашық салон, таза германстарда осындай болады негізі. Так, мынау 7 миллион 200 мың 19 жылғы. Мынау 19 жылғы Kia Rio. Жағдай тамаша сияқты, ішінде ұйықтап отыр. Тұрғызбай ақ қояйық. Қазақстанның сборкасы 7 миллион 219 жылғы. BMW адам жоқ екен. Nissan Almera 2007 жылғы 1.6 объем дейді. Газ, бензин 3 миллион 600. Телефонды айта кетейін: 778 938 7070. Ішінде еш жоқ, механика екен. Парктроник бар еще. Жағдай жақсы сияқты. Ешқандай бір мыжырлап атқан, бір шпаклевканың орны білінбейді, көрінбейді. 3 миллион 600. Жақсы сияқты. Nissan Quest қай жылғы бұл? 2010. 2010. Қанша сұрап отырсың? 509. 5 миллион 900 да. Қашан келген бұл? Кеше справка. Армян нөмір ма? Проект 85. 85 мың жүрген. 3,5 ғой бұлар да? 3,5 объем. Объем 3,5 объем. Капитанский сиденье дейсіз. Бағасы 5,5 дейді. Бағасы неше деген? 509 деп тұр мен. 509. Астында кеңдігі бар. Газ жоқ қой бұларда? Газ жоқ. Енді қойылады ғой газ. Газ жоқ, ГБО. Келгенде бір апта болды. Осы проблема емес. Бәрі қағазы бар. Болды дейсіз ғой. Телефон номер? 775 562 18 18. 562 18 18. Жақсы сауда болсын. Негізі осындай Грузиядан сұрап жүргендерге өт. Міне осы жерде де тұр, жақында келген. Бұлар заводской левый болады. Ішінде әдемі екен, ақ салон. GS 300 дейді. 3-тік объем 2006 жылғы. 247 мың жүрген, 6,5 миллион.
6,5 миллион достар. Негізі бізде қымбат бағалар. Стататындай емес қой. Бірақ әдемі екен, қара ставкілері бар. Қара криша. Бесключевой доступ. Бағасы 6,5 миллион. Бамперде шпаклевка бар екен. Қанша сұрап отырсыздар? 4,8. Үштік па? 2,4 па? 2,4. Қанша жүрген мына пробег? Пробегке де қарамаймыз дейсіз ба? Қай жылға? 2002-де. Бағасы осын сайын сұрап отырсыз. Видеоға ғой. Телефон бар ма? Телефонды айта кетші. Телефон 807 707 502 43 87. 502 43 87. Жағдай болады енді, орташа дейсіз ғой. Сауда болсын. Кімдікі Opel? Менікі. Қанша сұрап отырсыз? 2 миллион 600. Қай жылға? 99. 2 ма? 1,8 ба? 1,8 ба? Қазақ па, армян ба? Сары ма? Армениядан келген дейсіз ғой, Мотордың дауысы жоқ екен, Мотордың дауысы жоқ. Граммай жиын, гарантия. Газ, бензин. Қашан болды келгенде? Уже бір 5-6 ай болды ғой. Газды өзім ғой. Дұрыс. 2 айдай болды қойғанымда. Аяқтан асыр. Жаман емес. Негізі жақсы мәшін, бірақ екі-екілері вообще жақсы ғой бұлардың. 7 орындық. Телефоның бар ма? Айта кетші. Жазылшы. Жоқ, айта кетші. Жазып отыр. Так, 778 Аха. 146 146 04 92. 0492. Саудасы бар, да? Саудасы бар. Достар. Ходовка идеально. Жалпы айдап Тек мінесін де кетесін дейсің ғой, Тағы мына көлікті айдап көрсетейік ал енді. Бірде? Менен басып қыздырайын. Қызып тұрған жоқ па? Өшіп қалды ма? Спрем басып па? Иә. Қаққаннан қыз еттік. Серьезно? Бар заттай. Бірде тұр ма? Ал көрейік жесін. Негізі бұлар деген ходовкасы де жұмсақ негізі немістер. Кепсіп баққан. Ходовкасы бәрін жасақ қойдың. Мына жасамай ма? Предохранитель кепті. Бенкли жолды мотоса тұр болды. Бір тойға. Бүгін вообще көлік аз ба? Механик айта мағалды. Солай ма вообще? Алтыстау керек сияқты. Қол қойып отырған. Жақсы жүрістер, әдемі кәдім. Жұмсақ көліктердің бірі ғой, енді Зафир айдап жүрген жігіттер біледі. Досымда болған осындай әдемі. Бекетадан басына дейін барқа айтқанмын, 7 адам болған. Аяқтары новый. Ходовкада әңгіме жоқ. Газ қойдың. Мұнда жақында қойдың, үйренсіп отырмын ғой. Осы жерден шықтық па жаңа? Жүрер. Ана машинан қаптау. Керемет. Достар, саудасы бар, келісіп алам десеңіздер, жаңа нөмірге хабарласып, ақшасы арзандау көліктер керек деп жатыр жігіттер. Қалайсың бауырым? Ассалаумағалейкум. Қанша деп отырсыз машина? 3-ші айтып отырмын. 3-3? Қай жылға? 98. 98, 20 алып қойған ма? Коробка автомат? Қалай? Мотор, коробка? Ұсақ түйек дейсіз ғой. Енді жылы ескі көлік болғасын жасайтын жер болады ғой. 2-2 ма? Камри 2-2. 98. 3-3 деді ғой. 3-3 ме? 3 миллион 300. 3 миллион 300 достар, міне 25-тіктер.
Енді саудасы болады 3 миллионның шамасында болады шығар. Нөміріңді айтып кетші. 872 Аха. 235 21 87. 235 21 87. 2187. Достар, осы нөмірге хабарласып саудалассаңыздар болады 20-лықтарды міне. Қазір 1-2 миллионға көлік жоғау деймін шамасы. Армиян номер екен 350-лік. Қанша деп тұр екен, бағасы қызық болып тұр. Ассалаумалейкум. Алейкум. Қанша деп отырсыз? 6,5. 6,5. 3,5 объем ғой, 3,5 объем, бензин, әлі газ қойылмаған. Жақында келді ма? Жақсы, я. Жоқ, жақында келді. 20-да келген. 20-да келді ма? Ақтөбеде жүрген, жақында Ақтөбеде келген. Көп болған жоқ. Дұрыс. Бар жалпы. Жаңа варианттар қарау болады. Бірақ вариантқа қымбат болады оның бағасы. Ауыстыруға да болады дейсіз ғой. Ауыстыруға 7,5 деп сатып қой. Жалпы колесодан средний ценасы сондай. Колесода 7,5 деп тұр ма? Армияндардың өзін ба? Қазақстандар вообще кетпейді. Қойшы. Ё-моё. Қазақстандық нөмірлер нешеге шықты сонда? 9-10 айтып тұр. 2007-лер. Сен 2000 шекунд тұртып айтып тұрсың. Жоқ, 2330-лықтар бар еді ғой, 7,5 миллиондар. Солармен шамалас емес па бұл да? Жағдайларын қарасаң, клиент сол бұл алып қазақстанский. Мыналар қанша дегенмен кішкене бодрылау да. Неше телефон номері бар ма? Мына лупарик нөстемейінкі мысалы. 2001 дәл осындай қазақстанскийді қарап көрсін сайыңыз. Мына 2001 жылғы лопарик да? Тап-таза. Оны да түсіріп кетерім. Нөміріңді айта кетші. 8771 116 771 116? Я, саудаң болады. 116 1117. Осы нөмірге хабарлассаңыздар болады. Міне лопаригім де бар дейді кәдімгі. Тап-таза. Бұны да түсіріп кетейік. Негізі мынандай лопариктерді Грузияда да жақсы жағдайда табу қиын негізі. Көріп қой кеше Грузияға бардық. Кәдімгі состояниялары онша емес, ол жақта да қымбат бағалары. Қанша деп отырсың? Алейкум ассалам. Қанша деп отырсыздар? 4,5 миллион. 2000? Американец па? Американец емес сияқты оны. Километраж милмен тұрған жоқ қой. Ауыстырылған ба? Көрініп тұр, я деймі. Ашшы көрейік. Орындықтарда кішкене не бар екен? Креска. Негізі осындай бір лопаригің болса болды ғой, я? Басқа көлік пока іздемеген жақсы сияқты 5-6 жылға дейін. Менде Камрим сатып осындай алып келем ба деп. Мотор, коробка, проблема. Армениядан келді ма? Қымбат değil. Иә, қымбат қой. Доллар көтерілгеннен кейін сәл қымбаттау. Пин-код таза дейсіз. Не достар, жаңа ана нөмір ғой да? Ана Эрик істеп отқан. Бірге ма осы? Сол нөмірге хабарласып сұрасаңыздар болады достар, осында саудаласып. Қанша сұрап отырсыздар? 1,5 миллион. Видео? Видео. Ютубқа. Түсірейік па? Қажет емес па? Қалай енді, мына жағдайлар енді болады дейсіз ғой, ескі мәшін. Сырланғандар бәрі көрініп тұр дейсіз. Мотор қалай? Нешелік мотор объем? 1,8 газ бензин? Тек бензин ба? Қазақ учет па? Кәдім қазақ. Ескі нөмір екен ол кәдімгі. Бұрыннан өзіңіз айдап жүрсіз ба? Каз көлік деген канал ютубтан, иә. Телефон номерің бар ма? Айтып кетір. Соғып хабарласады ғой. Айтайын ба? Айта бер, иә. 778 иә. 443 2857. Жақсы, сауда болсын. Кіріп қарасаңыздар болады Каз көлік деген каналға. Көресіздер ғой. Қазақ учет гранта. Көре берейік бір шеттен. Кімдікі мынау? Салам алейкум. Сіздікі ма? Алейкум ассалам. Неше сұрап отырсыз? 7 миллион ба? 2,7 ма? 2012 жылғы? 143 мың пробег. Заводской краска. Заводской краска.
Сарапинде бар. Болады ғой енді Сарапин. Газ бензин ғой, Газ, кондер бар. Бұлардың бағасы қымбаттайды ғой, новыйларынікі вообще. 2.7. Телефон бар ма, айта кет? Саудаласады ғой, соғады ғой. Бар, Неше? Жабосы. Айта бер, мен жазылып жатыр. 702, 702, 339, 339, 89, 37. 89-37. Жақсы сауда болсын. Гранта негізі родной краска дейді. Керемет сияқты, родной краскамен тұрған көліктер негізі жақсы. Өзіме ұнайды да. Соғылып жасалған көліктер уже. Геометриясы кетіп қалғаннан кейін жақпайды ғой көлікті. Қанша сұрап тұрсыз кобальт? 6-8 Міне пакетімен тұрма әлі? Тұра. Пакетімен тұрма деймін. Ә? Қай жылға? 21. 21. Қанша жүрген пробег? 5890. 5090. 5000? Өзің алдың ба салоннан? Жоқ. Екінші хозяин ба? Қанша дедің бағасын? 6-8. 6-8. Коробка автомат, е? 6 миллион 800 коробка автомат. 21 жылға 5000 жүрген. Кобальт дейсің ғой. Кобальт. Деу, Нексияны көрейікші. Адам жоқ қой. Мына Нексияны көрейік қасындағы. Капоттың үстінде краска бар екен. Ассалаумалейкум. Қанша сұрап отырсыз? 1.800.000. Қай жылғы мынау? 13. Пробег қанша жүрген? 296, е? Механика, газ, бензин? 16 ма мынау? 8 клапан ба? 8 клапанның бағалары осындай дейсіз ғой, е? Бүгін жаңбыр жауып тұрғаннан кейін балшық машиналар көбісі. Бізде Ақтауда жумай келе береді, қарамай. Toyota Camry 25-тік 2001 жылға. 2 объем 3.300.000 дейді, механика. Ассалаумалейкум. Механика ма? Механика. Краскіленген жерлер бар ма? Мына краскасы бөлек сияқты. Енді дегенмен ескі көліктер олар 25-тік деген. Грузияда негізі тек қана 50-тіктер келіп жатыр қазір. Даже 45-тіктер келмейді ғой Америкадан. А бізде әлі сол 20-лық 10-дықтарда жүр. 3.300.000 механика 25-тіктер. Полный комплектация 2013 жылғы. Цена 1.600.000. Олар және керек емес дейді, ешқандай. 771 680 2487. Сырт краскіленген енді көрініп тұр. Моншық машинасы. Парктрониктері бар еще. Осылай достар. Mazda 3 екен әдейі аппақ. Онда бір көре кетейік енді бағасын. Мүмкін біреулерге қызық шығар. 1.6 автомат 2005 жылғы газ бар соның ішінде 2.300.000 дейді. 771 203 2265 достар. Керемет не? Осындай көліктер алып келсеңіздер болады. Российский учет. Так достар, міне бағаларын шамамен көрдік. Енді арзаны бар, қымбаты бар, российский учеты бар. Бағалар осындай. Өзіңіз комментарияға жазыңыз қалай екен. Және достар, еске сала кетейін, тағы да 28-не Грузияға кетіп бара жатыр. Тапсырыс береміз десеңіздер, осы нөмірге шығыңыздар. Толық сұрақтарыңызға жауап береміз. Қалай алып келеміз, қалай барлық жағын сұрайсыздар ғой, жауап береміз достар. Ендеше каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және Instagram каналға өтіңіздер, сол жерге тез-тезден жаңағындай көліктердің суреттерін салып тұрам сатылады. Мүмкін өзіңізге іздеп жүрген көліктер тауып аласыз. Ендеше қош сау болыңыздар.